Бәріңізге жалынды сәлем. Сізді өзімнің каналымда көргеніме қуаныштымын. Менің есімім Аюлы Марызқызы. Бүгін сіздерге осындай магнитиктарды жасап үйретемін. Барлығы идеальный шықсын десеңіз, видеоны соңына шейін қарап, әрбір сөзімді тыңдап отырыңыз. Және жаңа видеоларымды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Бұл магнитиктар 2024 жылдың хит бомбонеркісі болды десем артық айтқаным емес. Әлі де бұл магнитиктің жасалу жолын білмейтін қаншама жан бар, солар үшін осы видеомды арнаймын. Алдағы уақытта бұл магнитиктің бірнеше түрлерін жасап үйретемін. Бүгінгі видеода осындай дөңгелек түрін жасаймыз. Жұмысымызға кіріспес бұрын қажетті заттармен таныс болайық. Бізге осы түрін жасау үшін осындай форма қажет болады. Форманың екі түрі бар, ажурный молд және осындай дөңгелек түрі. Біз бүгінгі видеода дөңгелек түрін жасайтын боламыз. Ең бірінші айтарым, молдтың сыртын пищевой пленкамен осылай етіп қаптап қоямыз. Себебі олар шаңды жылдам жинайды, силиконовый молд болғандықтан. Және де молдыңыз лас болып қалса, жуып алуға болады. Немесе осындай скотчтың көмегімен тазалап аламыз. Біз қолымызға айналдырып, жабысатын жағын сыртына қарай орап, осылай молдыңызды қолмен тазалайтын боламыз. Бәріңізде молдты қайдан алдыңыз деп сұрайтындарыңызды білемін. Сондықтан төменгі описание деген жерде молдтың алған магазинімді белгілеп кеттім, Instagram аккаунтым. Сол жерден ала аласыздар. Өте сенімді адам. Қазақстанның барлық қаласына қазпочта арқылы жібереді және Қазақстан бойынша ең төмен сома. Бұны басқа жерлерде өте қымбат етіп сатып жатыр. Тек қана молд емес, осы магнитикке қажетті барлық зат сол магазинде бар. Мен тек ол магазиннен молд алған едім. Магнитиктер бізде резинат техникасы бойынша жасалады. Сол үшін бізге эпоксидный смола қажет. Эпоксидный смола двухкомпонентный болып жүреді. Бізде 2-де-1 компоненті керек. 1-де-1 басқа да компоненттерін алуға кеңес бермеймін. Бізге осындай компонентте қажет. Және эпоксидный смоланың үлкені бізде смола, ал кішкентай отвертитель болады, смоланы қатыратын. Және смоланың густой, средний және жидкий түрлері бар. Бізге міндетті түрде густой түрі керек осы магнитик үшін. А компоненті бізде эпоксидный смола 1 килограмм болса, екіншісі Б компоненті отвертитель бізде 500 грамм. Бізде тең жартысы болып жүреді. Міндетті түрде біз смоладан, мысалғы 10 грамм алатын болсақ, отвертительде міндетті түрде 5 грамм алуымыз керек. Соның тең жартысын аламыз. Смоланың кебу уақыты бізге 24 сағат деп берілген. Негізі 10 сағаттың ішінде смоламыз уже кебе береді, оны формадан ала аласыздар. Бірақ бір айта кетерлік зат, смоланы міндетті түрде 4-5 минут жақсылап отвертительмен араластыру керек. Олай болмаса, сіздердің смолаларыңыз қатпай қалса, сіздің магнитиктарыңыз ештеңеге қажет болмай қалады. Келесі қажетті затымыз ол бізде таразы, яғни весы. Біз осы смоланы весыда өлшейтін боламыз, міндетті түрде весы болуы қажет. Бұдан соң смоламыздың бетіндегі пузырькаларды кетіру үшін осындай корректорды қолданамыз. Бұл болмаса горелканың көмегімен де кетіре аласыздар, немесе этилный спиртті шашамыз. Мына корректорды қолданып көрген кезде мен бірден ішіндегі этилный спиртке ұқсайтынын байқадым. Сондықтан бұны алмай этилный спиртпен де қолдана беруге болады. Магнитигіміздің бетіндегі наклейкаларды шығару үшін осындай мини принтерді қолданамыз бүгінгі видеода. Ішіндегі наклейкасын бөлек сатып алатын боламыз. Бұл 50-50 сантиметрлік дөңгелек наклейка болып жүреді, прозрачный. Бұл болмаса типографиядан өздеріңіз жасатып ала аласыздар, немесе үйдегі принтердің көмегімен прозрачный қағазбен шығаруды да сіздерге видеосын түсіретін боламын. Принтердің қалай настройка жасайтынын бөлек видеода саламын, сол жерден көре аласыздар. Магнитигіміздің беткі бетін әсемдеудің бірнеше түрлері бар. Бүгінгі видеода сіздерге осындай тастармен әсемдеуді үйретемін. Бұл тастардың осындай мелкий және крупный түрлері бар. Мен бұның бәрін Қытай сайттарынан берген болатынмын. Ең бірінші осындай пакетте келген болатын. Бұл жерде менде 50 грамм. Және осындай жылтыр тастармен де сәндей аласыздар. Бұны да мен Қытай сайтынан берген едім. Бұл бізде силиконовый ыдыс. Эпоксидный смоламызды осындай силиконовый ыдысқа құятын болсақ, жарларына жабыспай тез босайды. Бұл болмаса одноразовый стакандармен қолдана беруге болады. Келесі бұл бізде эпоксидный смолаға арналған красителеріміз. Бұл жерде менде пигментный краска және бізде спиртный болады. Спиртный бізде прозрачный болады, ал пигментный кішкене артқы жағы көрінбей тұрады. Негізі пигментный түрін қолдануға кеңес беремін. Одан кейін осындай пигменттеріміз. Бұл бізде жемчужный эффекті беру үшін қажет. Осындай ақ түрін немесе басқа да түрлерін қолдана аласыздар. Бұны мика деп те атайды. Оны біздер свечида қолданамыз көбіне. Видео барысында бәрін қалай қолданатынымызды көрсетемін. Бүгін осы пигментті қолданатын боламыз. Одан кейін бұл бізде магнитиктар. Магнитигіміздің диаметрі бізде 25 мм, ал қалыңдығы 3 мм-де. Осы түрі бізде жақсы ұстайды. Тастармен болса осындай кішкене қалың түрін алуға кеңес беремін. Одан кейін бұл бізде жидкий паталь. Патальдың 3 түрі бар. Осындай жидкий және листовой және маркер түрінде. Бұл бізде жидкий паталь алтын түсінде және күміс түсінде болады. Осындай сұйық түрде ең бірінші қолданбас бұрын жайқап аламыз жақсылап. Оны біз жасап қойған магнитигіміздің бетін әсемдеу үшін қолданамыз. Келесі бұл бізде маркер түріндегі
паталіміз маркер түрінде де өте ыңғайлы. Басып қолдана бересіздер. Видео барысында бұны да сіздерге көрсеттім. Листовой патальды басқа видеода көрсетемін. Оны осыған шейін біз гипста да свечида да қолданып келе жатырмыз. Одан кейін бізге осындай араластыру үшін ағаш палочкалар қажет. Осындай суши таяқшаларын немесе медицинский палочкаларды да қолдана аламыз. Одан кейін патальды жағу үшін бізге кисті қажет. Кистіні бірден жуып тастамасаңыздар патальдарыңыз қатып қалады. Барлық заттарымызды түгелдеп алдық. Бізге міндетті түрде қолымызға перчатка қажет. Егер смалаларыңыздың иісі болса, міндетті түрде бетімізге маска киеміз. Бұл жерде менің смаламның иісі жоқ, сондықтан мен маска қолданған жоқпын. Өздеріңіздің аллергияңыз болса немесе денсаулығыңыз алаңдасаңыз, міндетті түрде маска киіп аламыз. Ең бірінші смаланы міндетті түрде шайқап араластырып алатын боламыз. Смала қолданатын жерде пищевой пленкамен немесе жаман дастархан төсеп қоюға кеңес беремін, өйткені смала жерге түсіп кетсе, ол оңайлықпен кете бермейді. Мен өзім смаланы төкпейтініме сенімді болғандықтан астыңғы бөлігіне ештеңе төсей қоймадым. Сіздерге егер дастарханыңыз бүлінбесін десеңіз, міндетті түрде қағаз болсын бірдеңе төсеп алуға кеңес беремін. Енді біз смаламызды өлшейтін боламыз. Весімізге жаңа ыдысымызды қойып, 0 қылып аламыз весімізді міндетті түрде. Одан кейін смаламызды құямыз. Смаламызды міндетті түрде шайқаймыз, айтқандай, отвердителімізді де шайқайтын боламыз. Біз қазір 4 магнитик құятын боламыз. Мен сияқты жоғарындағы наклейканы бөлек жабыстырып қоймай, үстіне смала құям десеңіздер, мен сияқты аласыздар. Ал егер жоқ, мен бетіне тек қана наклейканы жабыстыра саламын десеңіздер, онда басқа мөлшерде аламыз. Мен қазір 40 грамм смала, 20 грамм отвертитель алдым. 40 грамм бұл 10 граммнан әрбір молтқа кететін болады, яғни әрбір магнитикке 10-10-нан бөлеміз. Егер де сіздер түгел бір рет құям десеңіздер, 11-12 грамм аласыздар, соның өзі жеткілікті болады. Ал біздерде 2 бөлетін болғандықтан, біріншіде 10 грамм алдық, екіншіде бетіне құйған кезде 4 граммнан алдық. Түсініксіз болып жатса, видео барысында барлығын түсіндіремін. Сонда шейін тыңдаймыз. Енді осыны 4-5 минут міндетті түрде жақсылап араластырамыз. Смалаларыңыз жақсы араласпай қалатын болса, сіздің жаңағы магнитіңіз қатпай қалады. Содан кейін смала еш нәрсеге жарамай қалады. Сондықтан міндетті түрде жақсылап 4-5 минутқа дейін араластырамыз. Кәдімгідей біркелкі болды деген кезде уже құя бастаймыз. Араластыр деген кезде слишком қатты араластырып, смалаңыз сол ыдыста қатып қалмасын, оған да мұқият боламыз. Одан кейін осы пигментімізді қолданамыз. Менде 2 түрлі пигмент болды. Ақ түсінен номерлері әртүрлі, көрсететін өзінің пигменттері кішкене айырмашылық болады. Осылайша екеуі де бірдей пигмент. Сондықтан кішкене алып аламыз. Мен көрсеткендей мөлшерде алсаңыздар болады. Бірінші салған кезде байқайсыздар, барлық жерін смаланың жауып тастау уже сол сізге жеткілікті. Аз салып қойсаңыздар да астыңғы жағы прозрачный болып қалады. Одан кейін сіздің төменгі бөлігіңіздегі магнитигіңіз көрініп қалуы мүмкін. Сондықтан жақсы көлемде алатын боламыз. Бұны да жақсылап араластырып, формамызға жаймен ортаңғы жағынан құямыз. Бұны ешқандай палчыкмен қозғауға болмайды. Міндетті түрде ортасынан де құямыз, солай қатыратын боламыз. Егер сіздер қозғап тастасаңыздар, онда жемчужный эффекті әдемі шықпай қалады. Формамызға 10 граммнан 40 граммымызды құятын боламыз. Бұл жерде тек қана 40 грамм емес, байқасаңыздар, отвертитель 20, а смаланың өзі 40, сонда бізде 60 грамм бар бұл жерде. Бірақ сіздер смалаға қарап есептейсіздер. Отвертитель бойынша есептемейміз, смаламен есептейміз. Бізге 10 осындай формаға егер бетіне наклейкасын тек қана жабыстыра салам десеңіздер, онда бізге 120 немесе 110 грамм жеткілікті болады. Ал мен секілді жазулары кетіп қалмасын деп бөлек үстіне құятын болсаңыздар, онда сіздерге 14 граммнан 140 грамм қажет болады барлығына. Бірінші бөлігін құйып аламыз, оны кептіреміз, содан кейін ғана беткі бөлігін келесі күні құямыз. Осылай біз құйып алдық. Енді бетін біз корректормен воздухтарын кетіріп алатын боламыз. Корректормен өте оңай, жылдам кетіп қалады, стеклянный эффект береді. Ол болмаса, видеода көрсетілгендей горелканың көмегімен жақсылап кетіріп алуға болады. Горелканы алыстан қолдансаңыздар, күйдірмейсіздер. Оған да қолыңыз жаттыға келеді. Егер олай қорқам десеңіздер, осы корректорды немесе этилен спиртті қолдануға кеңес беремін. Енді смаламызды 10 сағатқа шейін қалдырып қоямыз. Өздеріңіз байқайсыздар, жақсылап қатып қалады, ұстасаңыз да қолыңызға жабыспайтындай сондай стеклянный болып қатып қалады. Сол кезде ғана біз ала аламыз. Біз үстіне құятын болғандықтан формадан шығармаймыз. Бұл форманың үстінде қайтадан келесі бөлік смаламызды құямыз. Ал егер тек қана осылай істеймін десеңіздер, онда бетіне тас жабыстырып, наклейкасын жабыстырып, солай ала бересіздер. Мінекей бізде осындай әдемі болып шықты, әдемі эффект беріп тұр. Беткі бетіне бізге жетпегендігі көрініп тұр. Біз қазір толықтыратын боламыз. Енді беткі бөлігіне біз наклейкамызды жабыстырамыз. Ана айтқандай, осындай мини принтердің көмегімен наклейкаларымызды шығарып аламыз. Менде бұл жерде Салауат және мамның есімімен жазып көрген болатынмын. Оны программаның ішінде жасай аласыздар, немесе бөлек дайын
тексттарды Canva'да жасап жаңағы осы программамызда шығарып ала береміз. Бір айтатын нәрсе, бұл принтер бізде деген жіңішке жазуларды шығармайды, олар көрінбей қалады. Сондықтан міндетті түрде жирный шрифтпен жазамыз. Ал келесі бұл жерде менде Epson Print, осы менде сіздерге шығаруды үйретемін дедім, оны басқа видеода көрсетемін. Қандай қағазбен шығаратынымыз туралы. Немесе типографиядан заказ беріп, үлгісін өздеріңіз жіберіп шығартып алуға болады. Енді наклейкамызды алу өте оңай. Олай шет жағынан алып, смаламыздың қай жерінде тұрғанын қалайсыз, ортаңғы бөлігінде тұрғанын қалайсыз, әлде бір жағында тұрып, жанына тас саласыз ба, оны өзіңіз шешесіз. Мен жанына қарай қоямын деп шештім. Наклейканы жабыстырғаннан кейін міндетті түрде қолымызбен беткі бөлігін дұрыстап жабыстырып жібереміз. Кейде наклейкаларымыз қатты жабыспай қалады, содан кейін смала құйғанда кішкене көтеріліп кетуі мүмкін. Сондықтан жақсылап орналастырып аламыз наклейкамызды. Осылай мен төртеуіне жабыстырып шықтым. Енді жанына біз тастарды саламыз. Бұл магнитикті жасайтын жандар әртүрлі жасайды. Тасты бірге жаңағы смаламызбен бірге салып жіберіп жатқандар да бар, немесе мен сияқты үстінен жабыстырып, наклейканы да үстінен жабыстырып жатқандар бар, немесе үстіне бөлек прозрачный тағы да бір слой смала құйып жатқандар да бар. Оның қай түрі сіздерге ұнайды, қалайсыздар, соған байланысты. Барлық түрлерінде сіздерге видеода жасап үйретемін. Басқа видеоларда бүгінгі түрі осылай үстінен екінші бөлігін құйып жасайтын түрі болмақ. Және тасты да үстінен салатын боламыз. Тасты екі түрлі тәсілмен салуға болады. Бірінші осылай қойып алып, бетіне прозрачный смаламыздан бір рет құйып жіберу, немесе тасымызды кішкене смалаға араластырып алып, оны бөлек орналастыру. Бірақ бір айта кетерлік нәрсе, егер тасқа смаланы араластыратын болсаңыздар, көп смала құйып жіберсеңіздер, оның түсі кетіп қалады екен. Мен бірінші экспериментінде солай, тасымның түсі морковный болған, бірақ түсі ашық сары түске айналып кетті. Сондықтан өз цветін кетірмесін десеңіздер, біз тасқа смаланы көп араластыруға тиісті емеспіз. Тастарымыздың сан алуан түрлері бар. Мен осындай бірнеше түрді берген болатынмын. Енді бұл жерде өзіме ұнаған түстерді таңдап салған болатынмын. Сіздерден де заказдарыңыз бойынша қандай түс келеді, қандай түс өздеріңізге ұнайды, соны заказ бере аласыздар. Барлық заттардың магазиндерін мен өзімнің Telegram каналымда сіздерге бере аламын. Ол үшін менің Аяука Декор Instagram аккаунтыма тіркелесіздер, және дайректке маған Telegram деп жазып жіберсеңіздер, мен сіздерге ссылкасын жіберемін. Ол ссылкада бізде тек қана осы магнитиктің емес, свечидің де, копилканың да және гипстің де магазиндері бар. Енді біз смаламызды өлшеп алатын боламыз. Бірінші мен екеуіне құямын деп шештім. Ол үшін мен 8 грамм алдым. Біреуіне 4 грамм кетеді деп айтқан болатынмын. Сондықтан екеуіне 8 грамм алған болатынбыз. Ал утвердительден біз соның жартысы 4 грамм қажет болады. Бірақ те весі аз нәрсе құйсаңыздар өлшемей қалады. Сондықтан мен сияқты нөлді баспай, біріншісінде мен нөлді басып қателесіп кеттім. Сондықтан көзбен өлшеп жібердім. Бірақ мен смаланы қолданып жүргесін мен анық дұрыс өлшей аламын. Сіздер ол жерде қателесіп кетесіздер. Сондықтан міндетті түрде бірінші смаланы құясыздар ғой 8 грамм, оған 4 граммды қосқан кезде әрі қарай 12-ге шейін барғанша күтіп тұрамыз. Сол кезде ғана біздің смаламыз дәл келеді. Ал аз граммды весі шығармайды. Себебі онда деген өзіне керекті көлем шықпағандықтан ол цифрын шығармады маған. Сол жерде міндетті түрде қателеспейіңіздер. Түсінбей жатсаңыздар, менен дайректте сұрасаңыздар болады. Барлығын толыққанды айтып бере аламын. Енді бұны да жақсылап 3-4 минуттай араластырамыз. Дәл 5 минут араластыр деген қағида жоқ. Міндетті түрде 2-3 минутқа шейін жақсылап араласқанша өздеріңіз де байқайсыздар, бізде смала қою отвердитель сұйық болады. Екеуі бір-бірімен араласқанда бір равномерный бір сұйықтық пайда болады. Бізде бұл густой болғасын смала кішкене қоюлау жидкий средний смалаларға қарағанда, бірақ жұмыс жасау ондай қиындық тудырмайды бізге. Енді осы смаламызды беткі бөлігіне құйып шықтық. Міндетті түрде тастардың үстіне де құямыз, жазуымыздың үстіне де құйып, палочкамызбен шет-шетіне жететіндей қылып жақсылап жеткізіп аламыз. Екінші бөлікте мен жаңа тасқа кішкене араластырған болатынмын. Олай кішкене қиындау екен. Маған осы түрі қатты ұнады. Себебі смаламен тасқа араластырғаннан кейін тастар бір-біріне жабысып, ұзақ уақыт олармен алысып кеткен едім. Сіздерге қай түрі ұнады, сол түрін өздеріңіз таңдайсыздар. Мен осындай бірнеше тастарды қолдандым. Ол менде өзім үшін болғандықтан қалауымша қолданған болатын. Мелкий тастар болатын болса, мен сияқты, онда сіздерде көп камушкалар кететін болады. Егер кішкене крупный болса, онда аз кететін болады. Бұл жерде орысша айтып жатырмын деп ренжімеңіздер. Осылай айтқан түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Бетіндегі қоздықтарын корректордың көмегімен кетіреміз, немесе жаңағы горелкамыздың көмегімен кетіріп аламыз. Одан кейін біз бұны тағы да 10 тәулікке қалдырып қоямыз. Мен түнде жасағандықтан таңертеңге қалдырып қойдым. Менде осындай әдемі болып қатып шықты. Видеоның басында да көрген боларсыздар. Өте әдемі эффектпен бізде осындай магнитиктер дайын болды. Бұл бізде әлі біткен жоқ. Артқы жағына біз қазір магнитик жабыстырамыз. Беткі бөлігіне біз фаталімізді жағатын боламыз. Сіздерге айтқанымдай фаталдің екі түрі бар деп, сұйық түрінен және маркер түрінен.
осы біреуіне біз қазір сұйық түрін, ал келесіне маркер түрін қолданамыз. Енді бізде батальды жанына да жағуға болады, бірақ маған олай ұнамайды. Маған тек қана беткі бөлігіне жаққан ұнайды. Немесе жақпай осылай да әдемі көрінеді, осылай да ұсаңыздар болады. Сыртына коробкасын орап бере аласыздар. Баталімізді міндетті түрде шайқап аламыз. Осындай кистімізбен жайлап шеткі бөлігіне әдемілік үшін жағамыз. Баталіміз өте тез кеуіп қалады. Ол кепкеннен кейін біз артқы бөлігіне магнитигімізді жабыстыратын боламыз. Магнитигімді қанша сантиметрлік екенін видеода көрсеттім. Өлшеп сіздерге. Бізде 2,5 сантиметр, 25 миллиметр дегенім сол 2,5 сантиметр, ал қалыңдығы бізде 3 миллиметр. Енді біз ортаңғы бөлігіне орналастыратын боламыз. Ол үшін бізге міндетті түрде ыстық желім қажет болады. Ыстық желімді ең бірінші қосып, кішкене қызытып алатын боламыз. Өзінің осындай клейі болады. Астыңғы бөлігіне біз осындай ыдыс алып қоямыз, себебі ол бүлдіріп жіберуі мүмкін. Басындағы кезде кішкене сол жерге ағызып алатын боламыз. Себебі қатты ерімесе біздің клейіміз тез қатып қалады. Клейімізді де өте көп алмаймыз. Кішкентай бөлігін осылай ортаңғы бөлігіне жағып, магнитигімізді ортасына орналастыратын боламыз. Мінекей осылайша біздің әдемі магнитик бомбонеркаларымыз дайын болды. Холодильникке сіздерге жабыстырып көрсеттім, өте жақсы тұрады, қандай түсіп қалмайды. Видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Бірталай қажетті ақпаратты алған шығарсыздар. Видеом сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болсын немесе тілектеріңіз болсын, сіздерден күтемін. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын. Келесі видеомда көріскенше.